Күнделік кезетке сабақ кестесін кіргізу үшін алдымен күнделік кезетті ашамыз. Жоғары жағында кіру батырмасын басамыз. Мектептің паролымен кіреміз. Телефоннан кіріп тұрғаннан кейін осылай ашылады. Мектепке кіреміз. Мектепке кіріп мына жағындағы өңдеу батырмасын басамыз. Осы жерден сыныптар тізіміне кіріп, өз классымыздың сыныбын ашамыз. 6А мысалы. Осы жерде кесте деген тұр. Кесте. Кестеге кіреміз. Сабақ түрлендіргіш. Бірінші тоқсанның кестесі. Бірінші тоқсанның кестесі. Жерде кестелер кіріп жатыр. Мысалы, дүйсенбі күні бірінші сабақ. Екінші сабақ, үшінші сабақ кіргізіліп тұр менде. Төртінші сабақ. Төртінші сабақ, мысалы, қазақ әдебиеті. Қазақ әдебиеті болса, жалпы сынып үшін мұғалімі, жерде қазақ тілі мұғалімін табамыз. Ешенкулова Наркес. Кабинеті, менің сыныбым 37-ші кабинетте отырады. Жасау батырмасын басамыз. Уже жасалды төртінші сабақ. Сол сияқты, егер бөлінетін сабақтар болса, мысалы, көркем еңбек, бейнелеу өнері. Қыздар үшін бөлінеді, мұғалімі Жаңагүл апай. Сайынбетова Жаңагүл. Кабинет 37. Жасау деп бассаңыздар да болады, или қасына қосуды бастаңыздар. Тағы да қосу осы 5-ші сабақта. Бейнелеу өнері ұлдар қалды енді. Ұлдарға ағайын талдаймыз. Айдын. Айдынның фамилиясы жоқ бұл жерде. Сайдақын Айдын бар екен. Кабинет олар технология кабинеті. Бұл жақта технология кабинетінің нумерациясы қанша екен? Пока жазбай тұра тұрамыз, жасау қоя салайық. Осылай жасай бересіз. Арғай 6-шы сабақ, 7-ші сабақ. Сабақ жасап біткеннен кейін мына жақта жариялау деген батырманы басамыз.
Сол кезде толық кезеңге жариялай ма, 1.90-ға жариялай ма сұрайды. Сол кезде толық кезең бойынша деп жариялайсыздар.